Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін ауызашардың 3-ші мәзірін ұсынбақпын. Бізде ыстық сорпа, маш көжесі, одан кейін айраннан жасалған тәтті бәліш және ағзаға пайдалы қызылша мен алмадан жасалған салат. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен көжемізден бастайық. Май құйып, кішкене етімізді қуырып аламыз, сөлі шыққанша. Еттің суы тартылған соң, пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз тағы 5 минуттай. Енді сәбізімізді саламыз. Мен кубиктап турадым. Өз еріктеріңіз ұзынша қып турасаңыздар да болады. Сосын болгар бұрышын салдым турап. Жақсылап қуырып аламыз. Бір қасықтай томат салып, тағы да қуырдым, кішкене дәмі шығу керек. Қуырып болған соң су құйдым. 2 литрдай су құйдым. Енді жақсылап қайнаған күтеміз. Мінекей сорпамыз қайнап шықты. Енді үстіне машты жақсылап жуып, үстіне салдым. Енді сорпамыз қайнағаннан кейін қақпағын кішкене ашыңқырап, отын басып қоямыз. Осымен бір 40 минуттай күштілеп қайнау керек сорпамыз. Сорпамыз қайнағанша пирог пісіріп тастайық. 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Миксермен араластырсаңыз болады. Тезірек әрі оңай араластырасыз. Егер миксеріңіз жоқ болса, осылай венчикпен де араластыруға болады. Бірақ кішкене ұзағырақ араластырыңыз. Енді айранымызды құйып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға ванилин және қопсытқыш, яғни разрыхлителді салып, өзара араластырып аламыз. Одан кейін барып, бөліп ситадан өткізу арқылы саламыз. Мінекей қамырымыз дайын, жақсылап араластырып, арасына мейіз қостым. Өз еркілеріңіз қоспасаңыздар да болады, жаңғақ қосып жүрсеңіздер де болады. Мінекей формамызды дайындап алдым. Менікі 26 сантиметрлі форма. Осыны 180 градуста 35-40 минуттай пісіретін боламыз. Енді сорпамызды бір қарап қояйық. Машымыз пісейін деп қалды. Енді күрішімізді саламыз. Күрішіміз примерно 10-15 минутта пісіп қалады. Арасына картопымызды саламыз. Міндетті емес, қоспасаңыздар да болады. Бізде картопты өте жақсы көретін болғандықтан салдым. Бұрышымызды, тұзымызды қарап жіберіңіздер, осы жерде дәміне қарай қосып араластырасыздар. Енді витаминге толы салатымызды дайындайық. Ол ішімізге қызылша және алма ғана қажет, және жаңғақ. Міне теркадан өткізіп жатырмын қызылшамызды. Алмамызды да теркадан өткіземіз. Менде үлкен қызылша болғандықтан жартысын ғана қостым, қайнатып. Өз еріктеріңіз көбейтіп жасай берсеңіздер болады ингредиентті. Барлығын описанияда жазып қоятын боламын. Арасына енді бұл салатқа грек жаңғағын қоссаңыз өте керемет шығады. Менде грек жаңғағы болмағандықтан арахис қостым, ол да керемет дәм берді. Енді кішкене тұзымызды майонез қосып араластырып жібересіздер. Немесе қаймақ қоссаңыздар да болады. Мен майонез қостым, дәмі керемет болып шықты. Мінекей салатымыз оп-оңай жасалады. Дәмді, әрі тойымды, әрі витаминге толы. Осылай шықты. Сорпамыз пісті, дайын, иісі де керемет болып шықты. Маш көжеміз әрі бұл тамақ тойымды, балаларымыз сүйсініп жейді. Мінекей. Менің YouTube каналымда 30 күн ауызашарға арналған мәзір дайындалып жатыр. Кіріп қарап көріңіздер. Тек қана тамақ қана емес, тәттісі бар, салаты бар. 30 күнге 30 түрлі бір-бірінен қайталанбайды. Сондықтан подписация етіп, менің каналыма қоңыраушаны басып қойыңыз. Видео шыққан сайын бірінші болып көріп отырасыздар.
Мінекей пирогымыз да пісіп шықты, иісі бұрқырап, қазір ыстық болып тұр, сондықтан тек қана кальцоны шешіп, толықтай суытып алатын боламыз. Пирогымыз толық суыды, енді үстіне сахарный пудра сеуіп шықтым. Сеппесеңіздер де болады. Мінекей осымен біздің ауызашарымыздың 3-ші мәзірі дайын. Ыстық тамаққа маш көжесі және де тәтті бәлішіміз айраннан жасалатын. Сосын витаминге толы салат қызылша мен алмадан жасалатын. Жасап көріңіздер, ниеттеріңіз қабыл болсын, тілеген дұғаларыңыз қабыл болсын. Сау болыңыз.